сәлеметсіңдер ме, балалар? Өткен сабақта қандай тақырып өттік? Есіңізде бар ма? Айта қойшы. Жақсы, тамаша. Ал үй тапсырма, қандай тапсырма берілді, Диана? Дұрыс, бауыр әңгімесінің мазмұнын біліп келу керек. Қалай ойлайсыңдар, балалар? Бүгінгі сабағымызға қандай мақсат қояр едіңдер? Әрекеттерін білу, және ондай болса, осы сабақты өту үшін бірінші топқа бөлініп алайық. Орындықтарыңыздың сыртында тұрған топ әр түрлі түсті қағаз бойынша бөлінеміз. Тез қарай қояйық. Орындықтың сыртындағы стикер бойынша, қағаз түстері бойынша бөлінеміз. Кімдікі қызыл қызылға барады, кімдікі жасыл жасылға келеді, кімдікі сары сарыға келеді. Бүгінгі сабаққа белсене қатысамыз ба? Көңіл күйіміз жақсы бола ма? Тамаша. Топтық, жұптық, өздік жұмыстарды жүйелі орындай аламыз ба? Біз бір-бірімізге құрмет көрсете аламыз ба? Тамаша, балалар, өте жақсы. Ондай болса, жақсы көңіл күймен ары қарай сабағымызды жалғастырайық. Енді сендерге үй тапсырмасы берілді, ол Марат Қабанбайдың бауыр әңгімесінің мазмұнын біліп келу болған. Ондай болса, алдарыңызда Тарсия Макер бойынша берілген жұмыс бар. Бұл жұптық жұмыс, балалар, екі оқушы бір жұмыстан алады. Мінекей, екі оқушы бір жұмыстан аласыздар. Бөліп алыңыздар тез-тез. Екінші топтағы білім алушылар аяқтады. Тамаша, бір балл. Өздеріңіздің алдарыңызда мынандай кері байланыс жатыр. Осыған бір балдарыңызды қойыңыздар. Яғни бір балл деген жерге бояп отырасыздар. Яғни бір балл алдыңыздар. Тамаша. Мына топтың да білім алушылар аяқтады. Тамаша. Өздеріңіздің кері байланыстарыңызға бір балды қойып отырыңыздар. Ал енді Көркем, айта қойшы, осы бауыр әңгімесіндегі теңеуді тауып бере қойшы. Тамаша, балалар, дұрыс па? Керемет, отыра қой. Адина, тұра қой. Адина, осы бауыр әңгімесіндегі оқиғаның дамуын айтып бере қойшы. Балалар, дұрыс па? Тамаша, отыра қой, өте жақсы, керемет. Мина, тұра қой. Сен осы оқиғаның шешімін тауып бере қойшы маған. Сіздерде қалай? Дұрыс. Тамаша, қалай бағалаймыз? Керемет. Ал балалар, ондай болса, бәріміз QR-код арқылы жаңа Қоспайыз программасының платформасын ашайық. Сол жердегі жасаған жұмысымызды бір тексеріп өтейік. Жақсы ма? Бәріміз QR-кодты жүктеп алайық. Жүктедік па? Енді барлығымызда ашылды ма? Қоспайыз ашылды ма? Енді запустить дегенді басамыз. Есімізде бар ғой? Жұптық жұмысты аяқтадық. Енді келесі бізде топтық жұмыс. Ал, жақсы. Ал, Оросхан, айта қой. Қайсын таңдайсың? Екінші топтағы 20 дейді. Егер 20 ұпай алсаң, яғни 2 балл сенікі. Қалидің мінез құлқында қандай ерекшелік бар? Көмектесуге дайын, жұмсақ кішіпейіл, мақтаныш сезімі басым, әділ, батыл. Қалай ойлайсың? Мақтаныш сезімі басым деді. Жақсы, онда тексеріп көрейік. Мақтаныш сезімі басым дейді. Қалай? Тамаша. Жарқын, қайсын таңдайсың? Бірінші қатардың 30 дейді. Ал таңдап көрейік. Шығарманың тәрбиелік мәні қандай? Өзіне сенімді болуға үйрету, жетімдер тағдырына қайырымдылықпен қарау, бауырға деген мейірімділік сезімін ояту, оқуға деген қызығушылықты арттыру және қоғамдық мәселелерге көзқарас қалыптастыру. Сенің ойыңша?
жетімдер тағдырына қайырымдылықпен қарау екен. Дұрыс па екен балалар? Қалай бағалаймыз? Тамаша. Үшінші қатардың 30 дейді. Әңгімедегі жағымды кейіпкерлер кімдер? Қалимбек Манап па? Қалимбек директор ма? Манап пен Елизавета Сергеевна ма? Манап пен балалар үйінің қызметкерлері ме? Сенің ойыңша жағымды кейіпкерлер Қалимбек Манап, иә? Ал тексеріп көрейік ондай болса. Дұрыс па екен балалар? Тамаша. Таңдайсыз. Үшінші қатардың 10. Манаптың омбыдағы балалар үйіне баруының мақсаты қандай? Жаңа жұмыс іздеп барды ма? Інісін іздеп барды ма? Көмек көрсетуге барды ма? Жоқ сабақ беруге барды ма? Інісін іздеп барды дейді, ондай болса тексеріп көрейік. Інісін іздеу екен. Жақсы, қалай? Тамаша. Тағы да жұмысымыз бар. Бұл жерде біз суретпен сәйкестендіру. Яғни, оқиғалар әр суретке сәйкестендіру керек. Өздерінің оқулықтарында ашыңдар. Сол бойынша тез сәйкестендіре қоямыз. Содан кейін мынаны орындарына қойып шығамыз. Уақыт кетті. Көзінің мұнары алды деген үзінді қайсысы деп ойлайсың? Мұхаммед Али. Иә. Мынау қайсысы? Ғыма? Гыма. Нама? Жақсы, ал қойып көрейік. Мынаны қойып көрейік. Гыге. Келесі сендер. Мына топ. Келесі топ. Қайсы деп ойлайсыңдар? Түлеген ұшқыш ағалар баршылық. Манап мырс етті. Аға деген сөз көп күттіріп барып, аузынан ақыр соңында шықтау. Ал Диана. Яғни, мынау А дейсіңдер, иә? Иә, ол қайсы деп ойлайсың? Ғы. Ал ғыға қойдық. Отыра қой, жақсы, қазір. Қарилас бос бала келіп қалғанда бар екенсің бауырым деп алға созған екі қолын айқара ашып ыстық құшаққа айналдыра беріп еді. Қайсы деп ойлайсың? Б деп ойлайсың, иә? Б ма? О, Қали атып тұрды деген Г дейді. Тоқжан. Ал қойдым. Жалқы жапырақтан көзін алмай мұрнағы жылы көкемнің басына тас жинап қорған көтердім. Саман кірпішін өз қолыммен құйдым. Көрші ауданнан екі атадан қосылатын туыстар табылған. Олар да аянбады деді. Сол бөгеліп сөзін жалғады. Бұл қайсы деп ойлайсың? В, иә? Қалай екен? Барлығы дұрыс. Қане балалар, бір ауыз сөз. Қызықтым, пайдалы, ұнады, қызықты, үйрендім дейді. Тамаша балалар. Кері байланыспен рефлексиясын жасайық, қортайық. Бауыр керек, өмірде сырласатын, сыйласатын, өзінше үн қосатын. Сынаққа да сен үшін қарсы тұрып, бағындырып белесті қырдасатын. Бауыр керек, өмірде жанға жақын, тек жақсылық жасауға қамданатын. Сыртыңнан жамандаса біреу сені, алданбай сөздерінен. Бүгінгі сабағымыз бойынша қорытындылап жіберейік. Кәне, 3Q әдісі бойынша не қиын болды, не қызық болды, не құнды болды. Қане Көркем, сен үшін қызық болған нәрсе? Ұпай саны қызықты болды дейді. Жақсы, мына жақтан Ақназар, саған не қиын болды? Ешқандай қиындық туындырмады. Жарайды, жақсы. Не құнды болды? Мансұр, қалай ойлайсың? Қатты Тарсия Макер жақсы құнды болды дейді. Олар енді болашақта осындай жаңағы сабақтарымыз жиі болса, барлығы құнды болады деген ойдамыз. Жақсы, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды.